Ассалауму алейкум апа сіңлілерім. Апам кетті мен қалдым деп, көргенде көзді қуандыратұғын трендке шыққан, хамме пісіріп атырған тәжік милли тағамын курутопты мен де пісіріп көрейін деп орайлыққа барып, ең сыпатлы торақпенен сармайды сатып алдым. Бұл тағамның тикарын торақ құрайды. Торақларды ыдысқа салып, қайнаған су құйып, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Көшті жұқалап турап, қара бұрыш, кинза, паприка салып араластырамыз. Табаға сармай салып, ерген соң көшті дұз салып қурмалаймыз. Ошағымыздың астын пәс отта пісіреміз. Қурмалап болып, табамыздың қақпағын жауып қоямыз. Тез-тез көшті араластырып, бұлғап және табаның қақпағын жауып қоямыз. Көштің суы кетіп, қурмаланған соң ярым стакандай су құйып, сол пәс отта пісіріп аламыз. Пәттілерімізді пісіріп алып, ыдысқа турап саламыз. Жібітіп қойған торақларымызды блендерда жақсылап араластырып алып, оны да құямыз. Қияр, помидор, пияз, укроп, чеснокты салып таярлаған салатымызды үстіне жайып, пісіп тұрған көшімізді жайып саламыз. Ең үстіне сармайды құйып шығамыз. Сармайға піскен көштің дәмі жүда мазалы болады. Мен бұл тағамға торақ емес, сүзбе яки қою қолдан үйтілған қатықты құйғанды мәслихат беремен. Мен құсап торақты хош көрмейтұғынларға. Әммеге ас болсын жағымлы іштей. Егерде курутоп тағамы ұнаған болса, төмендегі жүрекшені басып, ағза болуды ұмытпаң.